Қайырлы күн, құрметті оқушыларым. Бүгінгі күні 1-ші сынып әліппе 65-ші сабақ ә дыбысымен әрпін жалғастыратын боламыз. Әдеттегідей берілген сөздерімізді оқиық. Ән, әнші, әлем, әсем, дәмді, сәнді, тәулік, жәшік. Жарайсыңдар балалар, тағы да бір қайтала өздерің оқып шығыңдар. Сөздеріміздің астында тапсырма берілген. Не қалай дыбыстайды? Сол жақ бетімізде әтеш бейнеленген. Әтеш не істейді? Әтеш шақырады. Оң жақ бетімізде ненің суреті бейнеленген? Суретте түлкінің суреті. Түлкі не істейді? Түлкі шәуілдейді. Мінекей балалар, әтеш пен түлкінің қалай дыбыстап шақыратындарын білдік. Келесі тапсырмамызға назар аударайық. Бізге мәтін берілген. Балалар, мәтіннің тақырыбы шебер әжей деп аталады. Мәтінімізді оқып шығайық. Шебер әжей. Әселдің әжесі текемет басады. Әжей сырмақ жасаудың да шебері. Сондықтан ол кісіні шебер әжей дейді. Мәтін ішінде әсел, әже деген ә әрпінен басталатын сөздер кездеседі. Келесі тапсырмамызға назар аударайық. Берілген сөйлемдердің орындары ауысып кеткен. Сол себепті рет-ретімен мәтін құрастырамыз. Әселдің әжесі бар. Әжей текемет басады, сырмақ сырады. Оны шебер әжей дейді. Сызба арқылы сұрақтардың жауабын айт. Суретке қарап, берілген сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрағымыз бұл не? Бұл алма жәшігі. Екінші сұрақ, жәшік нешеу? Жәшік саны біреу. Жәшікте не бар? Жәшікте алма бар. Алма қандай? Алма домалақ пішінді, қызыл түсті. Ал балалар, астында тұрған әжемнің шәлісі бар деген сөйлемді дәптерімізге көркем түрде жазып аламыз. Балалар, келесі кездескенше сау сәлеметте болыңдар. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңдер.